Ал қыздар 50 мың теңгеге үйге ыдыс аяқ алдым. Ең бірінші шәйнекті алдым. Себебі үйдегі артымнан келген шәйнектен су тамшылап, қараңыздар қаншама су дастарханымды да бүлдірді. Сонымен құрып кетсінші деп шәйнекті алып алдым. 4 штук бет сүртетін орамал алдым. Бір штугын 2,5 теңгеден үйдегі сасыған, түрі кетіп қалған сондай орамалдардың барлығын тастап, орнына осыны қойып қойдым. Одан кейін сковородка алдым. Бағасы 10.500 теңге. Ал енді алған заттарымның ішіндегі ең күштісі осы зат. Алғаныма прям қатты қуанамын. Үйдегі продуктының барлығын қараңыздар, шкафқа қалай болса солай салып, одноразовый ыдыстарға салып, банкаға салып, быт-шытын шығарғанмын ғой. Сөйтіп күйген дүние күйіп кетсінші деп всегда осыны ойлап жүргем, алам деп, сонымен осыны алып алдым. Енді бұны алып алып тым аз алып қойыппын, енді қосымша тағы да қасына алу керек. Қараңыздар, қандай әдемі, уютный болып, прям күшті болып қалды. Одан кейін үйдегі мынау ағашты, темірді, әртүрлі әр жерден алай берген ыдыстарымның барлығын тастап, орнына қазанымды қырып тастамайтын күшті, қатты качественный осындай Викалинаның ыдысын алып алдым. Бұл 5500 теңге ма, 5400 теңге ма тұрады. Одан кейін варенье салып қоятын алдым. Бағасы 2600 теңге. Әдейі осындай қақпағы барын алдым. Әйтпесе вареньелерді холодильникке салам, оның беті күйіп қалады, қатып қалады. Енді прям қатпайтын болды. Үйде вареньелер аз қалыпты, сондықтан қасына бір жағына қантты қоя салдым. Одан кейін термос алдым. Бұны енді мен өзім күйеуіме алдым, арнайылап. Құдай қаласа, күйеуім екеуміз күшті машинамен саяхаттағанды жақсы көреміз. Сол кезде осылай үйден ыстық қылып шайымызды құйып алып, палаткада прям әдемі демдеп, рахаттанып әңгіме айтатын боламыз. Мына заттардың ішінде керек емес зат жоқ, енді барлығы керек. Прям осы заттардың барлығы 50 мың теңгеге шықты. Бұл заттардың барлығын Элихом дүкенінен алдым. Кіріп парақшасына қарап көрсеңіздер болады.